Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Әр апта сайын алдарыңызға шығып, ақжолтай ақпарат айтқымыз келеді-ақ. Бірақ біздегі мәймөңкелеген министрліктер, былығы батпан мемлекеттік органдар тірлігінен түңілдіріп жіберетін жергілікті әкімдер ондайға мүмкіндік бермейді. Сол себепті біз әдеттегідей оларды сөзбен сынаймыз, ақиқатын айтамыз. Ендеше кеттік. Тоқаевтың өзі кешірім сұрау керек. Осы аптада қаңтар оқиғасына қатысты саясаткер Рысбек Сәрсенбайұлы қаңтар оқиғасы кезінде бейбіт адамдардың қаза болғанына және азапталғанына Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев кінәлі деді. Міне, бейне жазба. Солардың үш-төртеуінен гәне кешірім сұрады мемлекеттің атынан. Онда да кешірімді жай прокурорлар сұрап отыр. Заңсыз жауапкершілікке, қылмыстық жауапкершілікке тартқан үшін, азаптаған үшін. Үш-төрт адамнан. Жоқ, үш-төрт адамнан емес, тұтас халықтан кешірім сұрады. Халықтан кешірімді президент Тоқаевтың өзі сұрау керек. Сондай-ақ Бақытжан Төреғожина заңгерлердің қаңтар оқиғасына қатысты 3 санатпен жұмыс істеп жатқанын айтты. Ең алдымен тергеу изоляторында азапталған, алайда бүгінгі күні қылмыстық ісі тоқтатылған адамдардың мәселесін шешпекке тырысып жатыр екен. Біз қазір моральдық шығынмен кешірім сұрауды талап етіп отырмыз, деді заңгер. Айта кетейік, абақтыда азапталғандардың саны бүткіл Қазақстан бойынша 200 адамға жуықтаған. Қайрат Сатыбалды түрмеде жатса да тынышталар емес. Ол темір тордың ар жағында жатып-ақ сомасы 6 миллиард теңге тұратын DoubleTree by Hilton Алматы қонақ үйінің иесі атанды. Бір кездері кәсіпкер Шолпан Қараниевадан рейдерлік жолмен тартып алынған DoubleTree by Hilton Алматы қонақ үйін енді Қайрат Сатыбалды алды деп мәжіліс депутаты Мақсат Толықбайды айтқан еді. Нағызды қараңыздар. Қайрат Сатыбалды ұсталып, қамауға алынғаннан кейін дүние мүлкі тәркіленгенде ішіне осы Хилтонды біздің құзырлы органдар қосып қойды. Біз Байдалармен соттасып жатырмыз. Қалай ол Қайрат Сатыбалды өтіп кетеді деп. Сөйтіп арыз түсіргеннен кейін түрмеде отырған Қайрат Сатыбалды Байдала компаниясы арасында екеуі келісімшарт купли-продаж жасайды. Түрмеге нотариус алып берген, түрмеде отырған адам 6 миллиард теңге тауып сол жерде купли-продаж жасап, Қайрат Сатыбалдың атына өткізген ана компанияны. Десекте, депутат осы құжаттардың көшірмесін немесе сканерін жариялаған жоқ. Артынша Антикор әлеуметтік желіде кейбір азаматтар Сатыбалды мен Хилтон қонақ үйіне байланысты жалған ақпарат таратып жатыр деп ескерту жасап, бұл қонақ үйді мемлекетке қайтаруды аяқтап қалдық деп мәлімдеді. Енді Азаттық тілшісі Манас Қайыртайдың зерттеуін айтайық. Мемлекеттік жылжымайтын мүлік базасынан Сатыбалды ұлымен байланысы бар Байдала Ви деген компания Хилтон қонақ үйін биыл сенімгерлік басқару туралы шарт жасасқаны белгілі болды. Ендігі сұрақ, мемлекетке қайтарылып жатқан мүлікті Қайрат Сатыбалдың бейресми әйелі Әсет Бақтиярқызымен байланысы бар компания қалай сенімгерлік басқаруға қол жеткіздегені? Антикор өкілдері өзгеге айып тақпастан бұрын өз былықтарынан құтылып алыңдар. Антикор жемқорлардың желкесінен қысып, жегенін құсып тастайтындай табанды әрекет етуі керек еді. Ал қазір өздеріне тағылған айыппен арпалысып әлек. Осы аптада Антикор өкілдері Арыстанбек Мұхамедиұлын жала жапқаны үшін сотқа беретінін мәлімдеді. Антикор өз қызметкерлерінің дипломат қонақ үйін Мұхамедиұлынан рейдерлік жолмен тартып алып, үшінші тұлғаға беруге мәжбүрледі деген мәлімдемесіне келіспейді. Мұхамедиұлына 221 миллион теңге жымқырды деген айып тағылып, жиналған дәлелдер расталды. Енді бұған қорытынды бағаны сот береді. Ал дипломат қонақ үйіне қатысты айыптаулар бөлек сот ісі ретінде қарастырылады. Олар Мұхамедиұлының бұл әрекетін сотпен халықты шатастыру арқылы тағылған жауапкершіліктен жалтару деп санайды екен. Ал бұрынғы мәдениет министрі 2022 жылы қамауға алынған болатын. Ол мемлекетке шамамен 7 миллиард теңгеге жуық шығын келтіргені анықталды. Сегізінші 9 маусымда өткен Астанадағы халықаралық форумға бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Бұл туралы форум аясында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров айтты. Влас сайтының мәліметінше, журналистер министрге форумды өткізуге шынымен
1 миллиард теңге бөлінді ме деген сұрақ қойған. Қуантыров одан сәл көбірек деп жауап беріпті. Экономика министрі 2019 жылда сонша қаражат жұмсалғанын айтқан. $1 миллиардқа бағаланған форум диалог арқылы сын қатерлерді ескеру, ынтымақтастық даму және прогресс жолында тақырыбында өтті. Аталған іс-шараға 20-дан астам әртүрлі мемлекеттің басшылары мен дүниежүзілік ұйым өкілдері қатысты. Форумда сыртқы саясат және халықаралық қауіпсіздік, халықаралық даму және тұрақтылық, энергетика және климаттың өзгеруі, экономика және қаржы сынды мәселелер талқыланды. Халық банк мемлекетке небәрі 28,4 миллиард теңге қарызын қайтарған. Сізбен біздің түсімізге кірмейтін ақшаны мына баланың небәрі деп менсінбей айтқаны қалай деп тұрсаңыздар, біз айтайық. Халық банк 5 маусымда мемлекеттік көмектің бір бөлігін, яғни 28,4 миллиард теңгені қайтарып берді. Алайда 2023 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Халық банк акцияларының 69,52%-ын Тимур мен Динара Құлыбаевқа тиесілі Алмекс холдингтік тобы иеленді. Осыған сәйкес Тимур Құлыбаевқа 192 миллиард теңге қаржы төленген. Жалпы Халық банк пен Құлыбаев басқа акционерлерге 276,9 миллиард теңге дивиденд төлесе, ал мемлекетке аталған сомадан 10 есе аз қайтарым жасайды екен. Халықтың ақшасы қашанғыдай кәсіпкердің қалтасына құйылып жатыр. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, осымен бағыты айқын бағдар жобасының апталық шолуы тәмам. Елім заман жұртымыз тыныш болсын. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолықтан шағайын.